Салем достар, мен сіздерге бүгін ерекше тағам жасауды үйрететін боламын. Күнде бірдей тағам жасап шаршадыңыз ба? Отбасыңызға ерекше тағам жасап қуантырғыңыз келе ме? Онда осы видео дәл сіз үшін соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Ыдысымызға фаршымызды салып аламыз, және теркадан өткізілген пиязымызды саламыз, сухарийімізді саламыз. Әртүрлі өзіңізге ұнаған перестерді қолдануыңыз мүмкін. Сарымсақты да теркадан өткізіп саламыз, және бір жұмыртқаны салып, жақсылап фаршымызды езіп аламыз. Bir массаға келгенге дейін, жабысқақ масса болғанға дейін жақсылап қолымызбен езе беретін боламыз. Көріп тұрғаныңыздай жақсылап араластырып алдық. Енді ыдысымызды газға қойып, ішіне 80 грамм сары май салып, жақсылап ертіп аламыз. Ергеннен кейін томатный пастадан 2 ас қасық, 3 ас қасық салып, қуырып аламыз. Томатный пастаны салдық. 5 секундтай қуырып алдық. Енді су құямыз, және тұз тастап қайнатып аламыз. 3 минут қайнатып аламыз. Суымызды салдық, 3-5 минут аралығында қайнатып алсаңыз болады. Енді фаршымызды әдемілеп форма беріп шығамыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай жалпақ-жалпақ етіп форма беріп алдым. Қолыңызбен жақсылап форма беріңіз, піскен кезде жарылып кетпейтіндей болуы керек. Дәмі ерекше, өте дәмді тағам болады, әрине дайындап көріңіз. 3-4 картошканы аршылап, әдемілеп формамен кесіп алып, 5 минуттай қайнатып алыңыз. Қайнатылған картошка және форма берілген қимамызды салып әдемілеп дәл осылай ыдысымызға теріп шығамыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай болу керек. Теріп алдық. Жақсылап жайғастырып алдық. Енді жаңағы қайнатып алған соусымызды үстінен құятын боламыз. Енді қызып тұрған духовкада 250 градуста піскенге дейін қарап-қарап пісіріп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай сочный болып шығады. Өте керемет дәмі. Әрине дайындап көріңіз. Сізге егер де видео ұнаған болса, маған подписка жасап, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Әрине комментарияда жазып кетіңіз. Айтпақшы достар, осы массамызды екіге көбейтіріп жасасаңыздар да болады. Отбасыңыздың мүшелеріне қарай көбейтіріп, азайтырып жасауыңыз мүмкін. Ал сізге сәттілік. Пісіріп жатсаңыз комментарияда бөлісіп кетіңіз.